жасырмын бүгін бүгін бізде тіркесіз соны енді бізге тіркесіз рахматымыз енді тіркесіздер көп біз қазір 53 подписчик болыпты енді видео срок жүрмейміз кезім жүремін бұл жерде интернет болған жоқ және не салу керек болды адет тариф міне достар 50 подписчик қойыңыздар естіп қуанасың ба барында басында 10 подписчик болған оған бірақ оған видео түсірген жоқпын бүгін міне дауысы бар ішіне все видеолар түсіргенмін бірақ дауыстары өте жақсы качество және дауыс қатты шығады чего сондай дауысымыз солай өспей енді өмір сондай ғой не істейміз ішінде музыкаларымда барын жазып қоямын ішінде мына ішінде тұрады енді мен телеграмның ішінде барлық музыкаларымды салып қоямын ішінде бәрін тыңдай берсеңіздер безоса жадасырмақ мақсат екен енді қарапайым адам бәрін жинайды ғой қарапайым болсаң сенің өзің жоғарсың бүйтіп міне адамдар айтқан ғой ана тозақпен короче нетіп кеттім қиямет күні болады қиямет күні жақын өзі жақын болып жатыр да сол қиямет күні бойындатқан болып жатыр короче болғаннан кейін сосын мақтаншақпен қарапайым жоғары жолы болып кәдімгідей қарапайым жоғары жетістіктерге жетіп кеткен ерекше болып кеткен да ана бірақ өзі ерекше санап мықты адамдар бля бейшара болып кеткен ғой чот болып енді бәріне қарапайым боламыз қарапайым болашақта сол болады просто ол пайғамбарымыздың кім болжауы деймін де болжау білмеймін әйтеуір сол айтқан әйтеуір енді біздер айта кетсем ішіне көп видео түсірмей кетіппін соған енді күнде видео видео салуға тырысамын біраз сіздер ойында астына жазып кетсеңіздер болады 50 подписчик құтты болсын деп міне осымен видео осы бітті сосын енді 100 подписчикке жетсе қуанар едім короче Apple Watch'ты біреуге сыйлыққа жүрмін кімге керек боқтақ керек па біреулерге керек емес ау мынау тұрасың саттаға енді видео шықпаған кешірім сұраймын өйткені сол новый темасын қойып сол көреміз iPhone алайын ба деп отырмын бірақ ата-анам короче өз ақшам өзім төлеп тұрамын кредит қой ақшасын төлеп тұрамын бірақ беріп кәдімгідей ақшасын ше сол кредит анамдікі болады немесе әкемдікі болады сол немесе соған не істеп аламын да соған бірақ мен төлеп қарсы болып отыр соған төлеп ал өзіне қара әділдік бар ма өмірде еще әкенікін өзінікін інімдікін өзі алып берді да кәдімгідей кредитке барын бірақ менікін кредит алған жоқ мен өзім адал еңбегіммен ана телефонда шерік телефонда 8 жыл болған оны өзім қой сатып еңбектеніп алған болатын қойды көбейтіп бір қойды саттым жоқ 2 қой ма сондай бір нәрсе тұр отқан бұл 80-90 мың 100 мың тұр ма бір нәрсе тұр ал бірақ үйдегілердікі аз екен аз ақша короче оныкі арзан ал менікі бірақ қымбат болса чорт болса да бірақ мен сату қымбат оригинал жақсы бүткіл жерде шыдаған мынанікі C55 5G дейді бірақ ол анақатын алдаған негізі оригинал телефоны болса бұл пипис мықты түрі да бірақ ол оригинал емес бұл китайский сосын ақшасын қайтару теріс қой маған осы телефон ақшасын бермей отыр да прикинь не бір WhatsApp істемейді не Telegram істемейді не интернет Wi-Fi істемейді мына қора болды ғой да интернет Wi-Fi істемейді қайта осынша істемей жатыр да әйтеуір бір программамен бір 2000 теңге 4000 теңге төледік те осындай Wi-Fi'ді істететін қылдық әйтеуір бұлар өзі арам өздері сендер бұзбай кетіп тұрсыңдар дейді өздері сатқан өзі әкелген білмеймін ба сонда өз шындықты айтқызамыз бір күні ше немесе бір раббымыз айтқызады болашақта ақиретте өкінеді өздері олар просто намаз оқымайды кәпір ғой кәпірдің бір түрі мұсылман емес олар бұттары таза-ма екен өздері енді мынау оригинал емес бірақ үйдегілер короче оригинал қаладан барып алып беріңші деп айттым ақшам бердім алып бермеді өзім барып мен походу асырап алған салды как будто ше енді өмірдің өзі сынақпен болады осы өмір сынақпен ғана болады енді мен оған өкінбеймін мен кәдімгі настроением көтерілді бір кішкене бір ішіп пысып жатыр да көреміз бірақ ата-анам алып бергісі келмей отыр вообще мен арман негізі менің жолым ешқашан болмайды кептеліп тұр бірақ мен білмеймін ешқашан не үшін бірақ мен данышпан ақылды болғандықтан мен білмеймін
Мен ақылдым данышпам, бөлкін нәрсені шығарам. Анам ыдыстарымен жасақ болған болсын ше. Тыпыз ғана. Жаздырып қой керек. Міне осы жақта жазылып жатыр. Мен дауысым барлығы мына жақта болып қоямыз. Міне біреу мына жақ. Біреу мына жақ. Енді достар, біз айтып көздер бір местерге айта кетейін. Интернет, короче, стом өшір осыған байқап жүрсіңдер ме? Интернет вообще стоп тұрған жоқ. Енді өмірдің өзінде-ақ интернет вообще стомбайды. Менде актив, негізі актив Билайн, негізі Билайн орташа ғана дамыған да, ал актив одан сайын дамыған. Ол бүткіл завод любой жерде де ше актив тұрады ғой. Любой жерде актив сайт. Ал Теле2 чөт боқан ЛТ біле вообще. ЛТ деген короче бір Алматы бір екі қалада істейтер. Ал Теле2 нормал қалада ғана істейді, бірақ Атырауда жоқ екен. Өкінішке орай Атырауда бар ма жоқ па, мен құдай білсін. Бірақ жоқ екен әйтеуір ұстап тұрған жоқ, бірақ актив түрі Билайн түрі болды. Сосын бәле кәдімгідей жестко істейді екен де, бір негізі актив негізі көп адам қолданып жүрген соң ауылда бүткілді қолданады, сол үшін интернет қуып жатыр. Енді өмірдің өсін-ақ не сынаймыз, не істейміз деп ойламай салғойшы, не жейсің деп қазір заман дамыған ғой. Бәрін асырайды адам, Алланың өзі қойған сынақтар жарамсыз жүрмей қалады деген. Не үшін адамдарға үй беріп көмектесіп сөйтіп жүр. Оның жақсы ғой, бірақ мақтаныспен де. Не мақтаса, 3 адам осы өмірде қиналады. Айта кетейін. Біріншісі кім батыр да, батырдан басақ. Батыр кәдімгі мықты болуын өзі айтады, мен күш бердім, қуат бердім, күш бердім, энергия бердім дейді. Сен оны қайда ұрттың дейді. Мен адамдарды құтқардым, мен жауларды құтқарғам, мен өзім өз елімді құтқарған болатын. Сөз болды дейді. Сен оны өзің Алла мен үшін істеген жүрсің ғой. Бар, оны өзің үшін істедің ғой. Мен мақтанса екен, мен мықты екенімді деп дейді. Тоза лақтырып жібердік ғой. Екіншісі бай ақшасы көп, кәдімгідей толып тұрды. Бірақ бай өзі үй салып мешіт салады екен. Тағы бір жүрме. Бір мешіт салады екен. Бірақ ол мешіт салып жүргенде, бірақ ол жарамайды дейді. Короче, не деп кетті мен ашып кетті. Жасы, окей. Неден бастап едім, отқа қалсың кеші. Бай кәдімгідей өзі мен үшін істеген жүрсің ғой дейді. Бар өзі үшін мақтап жүрсің, мен бай екенді, кәдімгі ауқатты адамдардың бірегінде шыққан екенді бір өзім мақтаса екен деп тұрдың да дейді. Мен үшін істеген жүрсің дейді, мешітте дейді. Мақтаса екен деп, танымал болсам екен бір нәрсе деп сігілдір жүрді ғой. Тозаққа. Соңғысы білімді. Мен бүйтіп өтеді, мен адамдарға білімді таратып, мен білім бердім дейді. Мен неше нәрселер шығардым дейді, неше бүткіл нәрсені істедім дейді ғой. Бірақ мен үшін істеген жүрсің ғой. Мен біліп отыр, Алла бәрін біліп отыр ғой. Жоқ, сен үшін істедім дейді ғой айтқанда. Бірақ қате, өтірік. Оның барлығы өзін білімді, мықты, өзін біліп тұрғанса, ойларыңызды біліп тұрса, сол болып тұр ғой. Мен мана айтқандағыдай. Осы видео бітті, басқа не айтам мен деп, басқа не айтып отырмын бұларды, мен білмейміз. Осы жерде микрофон тәкінесе бүйтіп жүрек, кішігірім. Осы жерде микрофон, нақты сөйлесем, нақты сөйледі. Нақты да сөзім анық естіледі, нақты сөзім анық естіледі. Видеоға қарап бүйтіп сөйлей берем. Ал мына жақта бір покаж ешен жоқ. Ашыл не? Шарингандарды қалай оятады деген бір сауал. Бұның микрофон емес деген, оның дауысын көтергесін бітіріліп кетті, что-то. Дауысы да бәрі деп кетті. Енді бір видео местерге бір идея жоқты. Штовайт ойнадым, Free Fire ойнадым, Brawl Stars'a тәж ойнадым. Бірінде бүткіл ойын ойнамаған қалмады. Мен бірінде бір 10 күн видео шығады. Анда-санда ғой. Күнде 5 видео шығады. Күнде 20 еңбекқор болған кезде видео түсірген болды. Күнде видео түсіре берген. Оны бірақ сіздер көре алмайсыз, ол видео мен оны блоктап тастағам. Оны тек мен ғана көре аламын. Басқа ешкім көре алмайды. Бір машина көрсем, мына графикасы дұрыс жасалмаған, білмеймін. Менікі не үшін сіздерге айта кетем, жаман жаңалық бар, бірсе жақсы жаңалық бар. Бірақ мен айта кетсем, мен достарыма сәлемдейтін болдым.
Өткенде ол ақша қылып жүрген премиум режимге қосқан. Сол премиум режимге қосылған соң мықты инструментал болып кеткен да, аны татау инструментал жестко ше. Сосын бір мен оларға дыбыстама жасайтын адамдарға мен көмектескім келді соға. Еще инструментал жасап бердім. Оны жоқ дейді. Көре алмады просто да. Мен видеомды көрдім. Сразу блокқа тастап боқтап кетті. Анау мұны шешім бір нәрсе деп. Қосамыз деп бауырым давай кел деп. Сөйтіп айтыр еді. Бірақ батам лақтырды. Мен лақтырып кетті. Мен көре алмады профессионал түрде. Анан қара микрофон жоқ вообще. Чорт. Достамалар айтамын сен елестете алмайсыңдар вообще. Дауыс өңгірді жүрме деп білмеймін. Микрофондар дұрыс еще Щегол Samsung телефонмен дауыстап жүр ғой. Я қайта iPhone болсаңдар мына енді. iPhone бірақ микрофон өте нашар негізі айта кетемін. Бірақ камерасы имбовый болса да, бірақ өзі нашар. Дауысы қалай екен білмеймін, бірақ аузым тап кетті деме болса. Жалғастыра береміз видеоны. Негізі мына фонарикна қосып тұрсын өшіріп соғуға да болады десеңдер, мына свет, короче, бір дұрыс жағып қойды. Полный жағылмайды. Полныйды. Ал менікі жағылмайды. Короче, мұнанкі бірақ енді мына түсінде де жағылмай беретін еді ғой, бірақ оның камерасы ескірген соң бір шама жыл болған соң нашарлап кетті. Дірілдеп жүр, нашар жүріп жүр, байқайсыңдар ғой. Сосын ешкім түсінбейді. Менің кәдімгідей өзім кәштігіне сендердікі, короче, ютубты қалай дамытуды көрсететін боламын. Бірінші кәдімгідей. Бірақ енді сендер ағылшынша сөйлеуің керексің, ағылшын тілін білуің керексіңдер. Және екіншісін айта кетсем, видео сапасы жақсы болу керек. Бірақ видео да қызықты болу керек. Видео қызықтап түсіру керек. Обязательно ше. Өзің болсаң да бір қызықты видео түсір. Let's play деп жазып болсын, атыңды сол арнайы жазып қой. Әртүрлі қоюға болмайды. Тек бір нәрсемен жүруің керексің да. Бір нәрсемен. Так, бір челлендж десең, челлендж орындап жүресің. Бір let's play десең, ойнап жүресің. Өшім сенде подписчик 1 миллион подписчик болатын болса, саған бір татабау көп подписчик береді. Ақша береді өшім. Просмотр, лайк болса, вообще сен екесе, негізі 1 миллион просмотр болса, сенде 10 миллион ақша береді. Ал 10 миллион негізі бұл да аз, бір машина килеме десе жетпейді, вообще үйге де жетпейді, іште жетпейді. Енді бір iPhone алып жүре бересің ғой. Жағым ауырып кетті, шеше. Естелші жақсы ағады. Көп сөйлеу. Сіздерге сосын сағыз шайнауға болады. Сағыз шайнауға онда көп ақ сағыз толтырып қойып шайнау керек, немесе көп қалың бір ет жеу керек, немесе бір істейтін бір нәрсе керек. Қағаз шайнасаң не болады екен деп. Осы жерде мен класстастарым жерде бір нәрсе көріп отқан шығар. Аманбек деген бір көрші деп жүрмін, бірақ көрші ғой, иә. Сол бауырымды, досымды деп жүрмін, бәріміз дос боламыз болашақта. Сол мені көріп жүрме, көріп кетсе, мен иә деп жазып кетші. Өдесіп видеоны секундымен қалдырып білдірдік кетті, иә, ішінде. Окей? Енді мен ішінде видео жоқ, ішінде пока что не видео сүрем білмей жатырмын. Идея жоқ, вообще бұрынғыдай емес заман. Дамып кетті, өзім не істедім сүрем білмей осы жүрмін. Мына телефон әлі жанып тұр. Өмірдің осынақ. Негізі бір нәрсені айтып кетейін де. Сали Ара деген білесің бе? Не деп кеттім? Сара Али. Сол адам негізінде ол қара сиқырмен айналысады екен. Негізі сіздерге айта кетсем, ол басында, короче, бірақ оны алып тастаған әйелдің дауысын. Негізі бұл жаман. Мен сіздерге жасап отырмын, Али Сара деп. ютубта. Қазір дауысын көреміз. Негізі бәрі Black Magic дейді, иә. Қара сиқырмен айналысады деріс кесім, иә. Міне, Құран әлі сриф дейді, слип, міне, Али Сара дейді. Міне, өші сақтау болған, өші, қараш. Көрік. Басында әйелдің тошы ғой да, бірақ ішінде негізі оригинал видеода мына өтірік дұрыстап жүрген, басқаша қылып жүрген адамдар ше. Бірақ оригинал видеода басына шыққанда, бірақ біз даулап танып, үйіміз тазартамыз деп ойламадық қой. Үйіміз тазартып, нәйсе, Алланың аты ойнап, аузу биллахи минеш шайтанир рахим деп ойнап жүр ғой бұлар, даулап. Қазір отыр. Не сағат? 10 сағат тоқтаймын, немен? Бұл қара сиқырмен ойнаса деген дауысы оригинал ар жағында видеоның
кәдімгідей деп сөйлеп жатқан дауыс шығады. Мен короче көріп үлгергендер қазір оны видеоны өшіріп тастады, 4 минут қалып тастады. Еще оның бәрі еще оның подписчигі міне оригинал міне мына жерде. Оның ішінде видео түсірмеймін, бірақ мына жерде видео түсірілмей бүйтіп өткен шығар. А то мен ішінде экранға көрсетеді. Міне 4 минут Құран for sleep дейді. Құран және for дейді, for. Ал Америкада or дейді оны, or. Онка for дейді. Екі түрлі бөлек. Мен қандасым айтты, мен орысша ағылшынша білемін дейді. Ағылшынша біз сөйтіп айтамын, екі бір деп жүреді ал. English or Америка or Австралия or Англия. Все. Не профотокуру. Осы тілдерді далайыптан қосып, көріш. Ішінде жоқ бірақ, ішінде жоқ, тазартық болған әдейі мал. Вообще. Сен зайба sıktı onu. Міне. Астына жазуын кетіріп тастады, прикинь, міне. Дуаланған бір ешкім түсінбейді, тыңдай береді деп ойлаған ғой, кейін. Қайтадан тыңдап көрші. Қайтадан көрші деген ма? Сөйтіп тұр. Астында жазуларын кетіріп тастаған, не? Көрсен жүріп бәрі ішінде бір жаман сөздер, бәрі арабтар өзі айтты бізге ше. Бұны словка қойса не болады екен? Не оригинал жазуды міне түртіне. Бірақ оны кетіріп тастаған мал айуан. Мына да көрші. Не Али Сара дейді. Мың подписчик болған кезір оны. Әне арт жақ дос жоқ отыр әне. О май гад. Міне бар деген біз Құранды мына фонариктен тың көрінбей жатыр көзімде. Апақ нәрсе ғой. Рекшашын дейді, реташан, оқи алмай жатырмын мына. Рекшашын, contain black magic дейді. 2018 маусым дейді, сол салған, бірақ өшіріп тастаған. Ана түрін көрсең не болады? Осы видео шыға бередіңіз, айдал бе. Дарат деп бізде дайрет дейміз, бұлар дарат дейді. Жоқ соқты. Не қарап кетті көшті бе, білмеймін, құлан жауапты да бейді, құлан жауапты ба, бір несе бейт тұрағы шығармашын. Бір видео ғана оқыған, білген ғой, қара сияқыр ойнасатын. Басқаша видео оқыды ше. Жазып атыр, міне өтірік деп. Алда сазы өмірі өтішкін бірінімі және зімбегімізді тірік сағықты сұрымызды дұзға осы видеомен видео қытаты адызырмамыз. Дәзгі пока, но тебе достар. Осы мен көп видео сөйлеп бүттік. Енді осы видео бітті еді. Келесіне қандай видео сөйлем достар, соны бәтін айтып білсіздер бат. Дәзгі. Енді пока, но тебе деп айтамыз достар. Достар өмірі өтішкін Көреміз, иншалла көреміз. Құдайым қаласа екен. Мен сендердегі айта кетейін. Сен өмірлерінде бір армандарын орындап көріп бет. Бір армандарын. Менікі жоқ екен, өкінішке орай. Мен бір арманым орындаған жоқ. Не үшін білмеймін, мен түсіну керек дейді, короче, біреуден кешірім сұрап немесе сен түзел дейді маған, түзел дейді. Сен түзел болып нормально жүрсең, намаз оқып, немесе түзел боқтамай жүрсең дейді. Мен не істедім шеше? Мен сонда жаман адам ба? Ана басқалардың жолдары болады, мен жолым болмай ма сонда? Құдай қалай өкіп? Короче, біреулерден кешірім сұрауың керексің дейді сосын.
біреуден. Так, кімнен? Достарымнан ба? Сол ренжітіп алған кезім бар енді, иә. Кешірші дедім. Олар маған керісінше кешірім сұрай береді. Олар мені блокқа тықты, мен әке шешеммен аттаған. Сосын адамын мен амал жоқ оқытадым да. Кешірім сұрай беріп қой, мен не істеп қойдым? Ол қызға адан келетін оқалатып жіберейін дедім. Адан біліп тұрсың да қыздарда ғана болады. Ада екі әріпті. Білді тұрмын барлығы соны айтқан ба. Не бас директорымды таң әсә кіргенсің ғой. Бас. Білі оқым. Өмір сондай талаймен кәсә көрінбаған жоқ шығар. Үйде машина көрмесін үйлерінде. Мен үйінде жоқ ой көз көрейік. Велосипед жоқ түгіл. Мотоцикл құрсын қалып қойды ол жоқ. Енді видеоны ақтаймыз ата сұрмау düşкін бұрын межінде көместірге зато сұрмамыз леско пока но тебе. Сау болыңыздар леско. Осы мен видеоны неше ақтым көмейді леско пока но тебе.